Сәлем достар, Түркияның ең сұлу актрисасының бірі Биргузар Карелдің басқаның күйеуін тартып алғаны рас па? Осы сұрақтың жауабымен қоса өмірбаяны, фильмографиясы, жолдасы кім екені қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіз. Ал көруді бастамас бұрын лайк басып, қоңырауды бір шертіп қоя салыңыз. Ал кеттік ендеше. Биргузар Карел түрік актрисасы. Ол 1982 жылы 2 қыркүйекте Стамбулда актерлер отбасында дүниеге келген. Бірақ балалық шағы ұлыста өткен. Ата-анасы өте танымал актерлер болды. Анасы Хулия Дарчан албан ұлтынан шыққан, ал әкесі Танжу Карел ұлты черкес. Өнерлі жұп 60 жылдары сахнада өнер көрсете бастаған. Бала кезінен қыз шығармашылық ортада өскендіктен актерлік өнерді таңдауы заңдылықта еді. Биргузар өнерден бөлек спортқа да әуес болды. Мектеп қабырғасында жас Карел волейбол командасында ойнады. Бірақ мамандық таңдау уақыты келгенде Мимар Синан атындағы университетінің актерлік факультетіне оқуға түсті. Жоғары оқу орнына түсе салысымен қысқа метражды фильмдерде ойнай бастады және театрда эпизодтық рөлдерге ие болды. Биргузарға Сюзан Бастонмен бірге оқу бақты бұйырды. Ол Том Хэнкс пен Николь Кидманға да актерлік шеберлік сабақтарын берген. Оның алғашқы дебюті «Сынған өмір» телехикаясы, ал 2005 жылы «Қасқырлар алқабы Ирак», яғни Далина Волков фильмнің актерлер құрамында болды. Алайда актрисаға бұл рөл оңай тиген жоқ. Кейіпкері Ләйла араб тілді болғандықтан, оған осы тілді үйрену қажет болды. Биргузар Карел өз рөлін тамаша алып шықты және де араб тілінде үйреніп алды. Ал оған зор атақ пен әлемдік даңқта келген «Мың бір түн» сериалы болды. Сериалдағы Шахризат рөлі үшін алтын көбелек телевизиялық сыйлығын алды. Бойы 1,80, салмағы 57 келі, ақылы көркіне сай, сұлуда сымбатты Биргузар Карел дәл осы сериалда тек көрермен көзайымына айналған жоқ. Түркияның ең атақты актерлерінің бірі Халид Эргенчті де өзіне өлердей ғашық етті. 2010-2011 жылдардағы «Ессіз ән» сериалында актриса қиын тағдырлы кейіпкердің рөлін ойнады. Ал қылмыстық боевик «Қарағайда» қазір қилы күндер атауымен көрсетіліп жатқан телехикаяда Биргузар Карел басты кейіпкер Кенан Эмирзалыоғлы ғашық болған қыздың рөлін, яғни Фериденің рөлін сомдады. Биргузар өзінің тамаша актерлік ойынымен қатар фильмде бір эпизодта музыкалық шығарманы орындау арқылы ерекшеленді және дәл осы сериясы бүгін көрсетілді. Эксперимент өте сәтті шықты. Ән тек көрерменге ғана емес, шоу-бизнес өкілдеріне де ұнады. Көп замай Карел продюсер Айкут Гүрелмен 2016 жылдың басында жеке альбомын жасасу үшін келісім шартқа отырды. Актриса дискіні сатудан түскен ақшаны жетім балаларға арналған қайырымдылық қорына аударған. 2016 жылы атақты «Менің отаным сен, сен менің отанымсың» фильмінде басты кейіпкер Азизаның рөлін сомдады. Карелді Түркиядағы ең жұмбақ жұлдыздардың бірі деп атауға болады. Актриса жеке өмірін өте құпия ұстайды. Дегенмен жас кезінде әріптесі таныс актерпен кездескені белгілі. Ал қазіргі күйеуі түрік актері «Мың бір түн» сериалындағы серіктесі Халид Эргенчпен өте бақытты. Айта кетейік, оның жолдасы өзінен 12 жас үлкен. Олар 2006 жылы Халидтің әлі басы бос емес кезде танысқан. Биргузар Карел үшін актер бұрынғы әйелі бала күтіп жүргеніне, яғни жүкті екеніне қарамастан ажырасып, көп замай актрисаға үйленді. Үйлену тойынан кейін актриса фамилиясын Карел Эргенч деп өзгертті. 2010 жылы жұлдызды жұп Али есімді ұлды болды. 2020 жылдың наурыз айында актриса екінші ұлы Ханды дүниеге келді, ал 2021 жылдың күзінде қызы Лейла дүниеге келді. Ал қазір бұрынғы брюнетка блондинкаға айналған. Жақында актриса шашын сары түске бояп тастады. Бір кездері шашын қып-қысқа етіп қырықтырғанда еді, әрине фильмдегі рөл үшін. Қазірде кейіпкер үшін шашын сары түске бояған. Ол актерлік өнерден бөлек кондитерлік өнімдерді пісіргенді өте жақсы көреді. Кезінде тек қана актрисаның рецептісімен пісірілген кондитер өнімдерін сататын кофеханасы да болды. Инстаграм парақшасына да түрлі рецепттерді жүктеп отырады. Актриса парақшасын қалай бар солай жүргізеді, тіпті арнайы фото съемканы да өте аз жасайды. Достар, осымен бүгінгі видео тамам.
Қалай ойлайсыз, актриса біреудің күйеуін тартып алды ма, әлде бұл шын ғашықтық па? Пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Асем ТВ арнасының жүргізушісі Асем Жұмалиева. Келесі видео Айтен туралы болмақ, сондықтан видеоны жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.